Желаяқ қаншалықты тез деп ойлайсыз? Бәріне сәлем. Желаяқтың қаншалықты тез екенін білу үшін әрине оның жылдамдығын анықтайық. Ең алғаш аяқ басып жүріп үйренген кезінен бастап ол үлкен адамдарды оза білді. Содан кейін оған желаяқ деген ат қойылды. Әрине мен бұл жерде мультфильм бойынша айтып отырмын. Солай кішкене өскен соң достарының арасында жарысып ең жылдам балаға айналды. Күндердің бірі желаяқ ат бәйгеге қатысты. Бірақ бір қызығы өздеріңіз түсініп отырғандай ол жаяу жарысты. Және осы бәйгеде аттарды 2 секундқа озып кетті. Бұл желаяқтың жас жеткіншек кезі. Осы кезіндегі жылдамдығын есептейік. Аттың жылдамдығы сағатына 71 км. Ал бәйге ұзақ қашықтыққа болған соң олар орташа 55-60 км сағатпен шабады. Бұндай аттарды 2 секундқа озу үшін желаяқтың жылдамдығы 70-80 км сағат арасында болуы керек. Бұл жас жеткіншек кезі. Келесі желаяқтың толық үлкейгеннен кейінгі жылдамдығын есептейік. Және бұл оның таза жылдамдығы. Бәріміз мына кадрға назар аударайық. Ол шағын көлдің бетімен жүгіріп өтті. Судың ішіне түсіп кеткен де жоқ, батып кеткен де жоқ. Ал бұлай жүгіріп өту физикалық тұрғыда адамға мүмкін емес. Бірақ бұл мультфильм болған соң физиканы алып тастасақ, суды жүгіріп өту үшін адамға 150-180 км сағат жылдамдық керек. Одан аз болса, адам жай ғана судың ішіне түсіп кетеді. Дегенмен желаяқтың жылдамдығы бұнымен аяқталмайды. Өйткені естеріңізде болса, ол әрқашан аяғына тас байлап жүреді. Тастардың салмағы оны баяу қылатыны анық. Егер тастарды алып тастасақ, оның жылдамдығы кем дегенде 30-40%-ға артады. Бұл дегеніміз сағатына 200-250 км. Жарайды, 250 км сағат деп алайық. Жер бетінде осылай қозғалатын адам немесе жануарлар бар ма? Ең жылдам адамның рекорды 44 км сағат. Ең тез жүгіретін жануар әрине ол гепард, жылдамдығы максимум сағатына 120-130 км. Желаяқ одан 2 есе тез. Ал көліктерден оған жоғары жылдамдықтағы пойызтен келеді. Қорытындылай келе, желаяқтың жылдамдығы найзағай немесе жарық жылдамдығына мүлде жақын емес, бірақ ол жер бетіндегі тіршілік иелерімен салыстырғанда әлдеқайда тез. Тіпті көліктер жарысына оп-оңай қатыса алады. Осымен видео соңына жетті. Ендігіде басқа да тақырыптар жайлы видео түсіретін боламын. Өткізіп алмас үшін арнаға жазылып кетіңіз, келесі кездескенше.